Барлығыңызға сәлем, Stratify'дың апталық қоңырауына қош келдіңіздер. Біреулеріңіз таңертең, біреулеріңіз күндіз, ал біреулеріңіз кешке қосылып отырғаныңызды білемін, сондықтан бірден айтайын. Қайырлы таң, қайырлы күн және қайырлы кеш. Ең алдымен, бүгінгі қоңырауға қанша адам жиналғанын көру мен үшін өте қуанышты. Бұл, біздің ағылшын тіліндегі жаһандық қоңырауымыз, оны әр сейсенбі сайын, бір уақытта және бір сілтеме арқылы өткіземіз, сондықтан күнтізбеңізге белгілеп қойыңыз. Бүгін шынын айтқанда бәрі сәл басқаша өтеді. Алдымен біз Stratify'дың және осы мүмкіндіктің бірнеше негізгі артықшылығы туралы сөйлесеміз, содан кейін ең қызықты жаңалықтарға, тамыз айында неге назар аударатынымызға көшеміз және сәл алға қараймыз. Қоңырау өте қарқынды болады, сондықтан дайын болыңыз. Мұның бәрі шынымен де тартымды. Ең алдымен, слайдтарды шығаруға болатын болса, барлық жаңа серіктестерімізді құттықтағым келеді. Олар бізде бар екенін білемін. Күн сайын Stratify қоғамдастығына барған сайын көбірек адам қосылып жатыр. Бұлай айтайын, біз бұрынғыдан да жылдам өсіп келеміз. Бірнеше ай қатарынан әрбір келесі ай рекордтық болып келеді. Тамызда ерекшелік емес. Тамыздың алғашқы 11 күнде депозиттер шілденің алғашқы 11 күнімен салыстырғанда 2 есеге көп түсті. Ал шілде аса рекордтық ай болды. Біз сол кезде ең ірі қоғамдастық атандық. Тамыз қалай аяқталатынын көрейік. Әрқайсыңызды жеке-жеке шын жүректен құттықтаймын. Ал бастағым келетін нәрсе мынау, осы жылдың қазан айында мен желілік индустрияда, серіктестік бизнесте жұмыс істегеніме дәл 31 жыл болады. Осы уақыт ішінде мен компаниялардың ең жоғарғы лауазымдарына дейін көтерілдім. Тұтынушылық бизнесте, телекомда және басқа бағыттарда бірнеше миллион адамнан тұратын клиенттік базалар құрдым. Бұл жолда қызықты мүмкіндіктер өте көп болды. 10 жыл бойы менің өз компаниям болды, ал соңғы 5 жылда корпоративтік жақта жұмыс істедім. Ал бүгін неден бастағым келеді? 6 жыл бұрын ковид келді, мен өкпені жасанды желдету аппаратына түскен сол бақыттылардың бірі болдым. Әрине, мұнда бақытты деген сөз оғашы естіледі, бірақ ол шынымен солай аталады. 21 күн. Уақыт өте ауыр болды. Рас, ауыр болғаны маған емес, айналамдағы отбасыма, өйткені мен ол кезде есімнен танып жаттым. Ал қайта оралу оңай болмады, бұл ұзақ жол болды. Мұндай жағдай өмірден кетуге, өте жақындағанда адамды көп нәрсеге үйретеді. Содан бері маған қайтадан бірдеңе құрғым келді. Яғни үйім құрып көшбасшылармен қайта жұмыс істегім келді. Мен шамамен 5 жыл іздедім. Қызық емес пе? Әсіресе соңғы 2-3 жылда белсенді іздедім. Әртүрлі компанияларда қарадым, өнімдері бар, мынасы бар, анасы бар, тағы сол сияқты. Бірақ әрқашан бірдеңе жетіспей тұрды, ішімде бірдеңе үн қатпады. Мұны не үшін айтып отырмын? 1 жылдан сәл астам уақыт бұрын мен Tech Markets'тің негізін қалаушы Никпен таныстым. Сол кезде мен өзімді шынымен таң қалдырған нәрсені көрдім, ол мені бірден баурап алды. Өйткені бұл әркімге арналған мүмкіндік еді, жаһандық мүмкіндік еді. Шынымды айтсам, ол шындық болу үшін тым жақсы көрінді. Ол шынымен де шындық болу үшін тым жақсы көрінді. Сондықтан бүгін әрі қарай жүрмес бұрын, осы тармақтарды сіздермен бірге қарап шыққым келеді. Бұл әрі мұнда әлдеқашан жүргендерге, әрі Stratify мен Tech Markets'ке жаңа келгендерге арналған. Сонымен ол кезде мені таң қалдырған нәрселердің бірі мынау еді, мұнда ешқандай пакет жоқ. Адамдарға пакет сатып алудың қажеті жоқ, мұнда жазылымдар жоқ, ай сайынғы төлемдер жоқ, міндетті сатып алулар жоқ. Мұнда нақты нәтиже бар. Егер сіз бүгін бастасаңыз, және бүгін пайдалы мәміле өтсе, сіз алғашқы пайдаңызды көресіз де, оны дәл қазір шешіп ала аласыз. Міне, мен мұны нағыз нәтиже деп атаймын, ешқандай көзбояушылықсыз. Ал мұның бәрі қалай болды? Онда Tech Markets'тен бастау керек, өйткені бәрі дәл сол жерден басталды. Tech Markets дәл 3 жыл бұрын құрылды. Ол Колумбиядағы Меделлин қаласында тар бағыттағы брокер ретінде басталды.
Себебі бұл қаласаңыз, Форекс трейдингтің Лас-Вегасы, ол жақта бұл сала қатты дамыған. Олар сол жерде бастағанда сигналдық және қолмен жасалатын трейдингпен айналысты. Нәтижесі өте жақсы болды. Колумбиядағы табыстан кейін олар Еуропаға, содан кейін одан әрі өсті. Мен Никпен өткен жазда алғаш кездескенде, олар 100.000 клиент белгісін жаңа ғана алған еді. Ал 18 қыркүйекте клиенттер саны 200.000-ға жетті. Бұл өте жылдам өсу. Мұны бірнеше себеппен айтып отырмын. Соның бірі, сол кезде олар копитрейдингпен айналысатын, ал Ник маған Sonic AI атты копитрейдер туралы айтқан болатын. Ол кезде олар копитрейдингке қабылдауды жаңа ғана ашқан еді. Tag Markets'тің CopyX платформасын жасауының себебі де бар еді. 27 түрлі қадамның орнына сізге, өз копитрейдингіңізге қосылу үшін бар болғаны 5 қадам жасау қалды. Мұның бәрі өткен жылдың қыркүйегінде басталды. Мен өз шотымды 18 қыркүйекте аштым. Бұл CopyX-тің бірінші күні және Sonic AI-ға қосылуға болатын бірінші күн болды. Ал одан кейін не болғанын мен сізге қазір көрсетемін, өзіңіз бәрін көресіз. Сонымен Tag Markets лицензияланған брокер, яғни толық реттелетін компания. Бұл компания Forex брокер үшін міндетті барлық ережелерді сақтайды дегенді білдіреді, ал бұл өте маңызды. Дәл осылай сіз қорғалғансыз, бәрі дұрыс жасалады. Олар бұл деңгейді үнемі ұстап тұрады, индустрияда бәрінен жақсы. Әрі қарай жүрейік. Қаражатты шешіп алу 24 сағат ішінде жүреді. Әдетте одан да жылдам, бірақ ең көбі бір тәулік. Шілде айында сауда көлемі 840 миллиард болды. Ауқымын сезінуіңіз үшін, қарашада 300 миллиард еді, ал шілдеде 840. Міне, мұны қарқынды өсу дейді. Ол шынымен орасан зор. Клиенттер саны миллионнан асты, ал есіңізде болсын, 18 қыркүйекте олар 200.000 еді. Оларда бұл үшін қажеттінің бәрі бар, тірі қолдау қызметі және қалған инфрақұрылым. Бір жылдан астам уақыт қатарынан олар ең жылдам өсіп келе жатқан брокер болып қалып отыр. Бүгінде олар нарықтың ірі ойыншыларының бірі. Ал осы жылдың соңына немесе келесі жылдың бірінші тоқсанына қарай олар планетадағы ең ірі 5 Forex брокердің қатарына кіреді. Ал сізде олармен бірге жұмыс істеу мүмкіндігі бар. Тағы бір маңызды қадам, 1 мамырдан бастап, Tag Markets өзінің әрбір клиенті үшін сақтандыруды төледі. Бұл компания сайтында көрсетілген. Сақтандыру әрбір шотты 1 миллионға дейінгі сомаға жабады. Шамамен осылай әлемнің әртүрлі елдеріндегі банк шоттары құрылған. Онда әрбір шот банктың өзімен бірдеңе болған жағдайға белгілі бір сомаға сақтандырылған. Әрине, әңгіме сіз керек емес қағаздарға ақша салған, қате өнім сатып алған немесе жай ғана ақшаңызды жұмсаған жағдайлар туралы емес. Әңгіме дәл банкпен бірдеңе болғаны туралы. Міне, Tag Markets дәл сондай қадам жасады. Оның сақтандыруы Lloyds of Londonда қайта сақтандырылған. Яғни Forex брокердің өзімен бірдеңе болса, компания төлем қабілетсіз болып қалса, немесе ақша қайдағыдыр жоғалып кетсе, сіздің шотыңыз миллионға дейінгі сомаға сақтандырылған. Бұл да өте маңызды. Себебі мұнда сіз біреу сіздің ақшаңызбен сауда жасасын деп ешкімге ақша жібермейсіз. Ал бұл бизнесте, тіпті жалпы әлемде мұндай нәрсе үлкен тыйым саналады. Қандайда бір сиқырлы трейдерге немесе қандайда бір сиқырлы схемаға ақша жіберген бойда, сіз оны әдетте қайтып көрмейсіз. Мұнда бәрі басқаша. Сіз ақшаны Tag Markets'тегі өз шотыңызға саласыз. Ол әрқашан сол жерде қалады. Ал сіз шотыңызға Sonic'ті жалғап қоясыз. Бұл бізді келесі слайдқа келеді. Бұл неге дәл сізге қолайлы? Адамдардың көпшілігі бір кездері сауда жасап көрген және әдетте ақшасын жоғалтқан. Әдетте сіз мынадай оқиғаны естисіз. Алдымен адам жақсы тапты. Содан кейін өзі сауда жасай бастады да бәрін жоғалтты.
Өкінішке орай, бұл индустрияда солай жиі болады. Ал мұнда біз Sonic AI мен жұмыс істейміз, онда сауданың артында 15 жылдық тәжірибесі бар трейдерлер тұр. Олар нарықты сканерлеу үшін жасанды интеллекті пайдаланады, бірақ барлық мәмілелерді қолмен жасайды, олар сіздің орныңызға сауда жасайды. Сізден талап етілетіні өз шотыңызды CopyX арқылы Sonic AI-ға қосу. Одан кейін мынау болады. Sonic сауда жасағанда, сіздің шотыңызда сауда жасайды. Егер сізде $1000 болса, пайдалы мәміледе сіз пайдадасыз, шығынды мәміледе шығындасыз. Ал ең қызығы, біз мұны әлі көреміз. Мәмілелердің шамамен 87% плюспен жабылады. Бұл шынымен таңғаларлық. Ал бұл шешім неге әркімге қолайлы? Сіз ұйықтап жатқанда, саяхаттап жүргенде, жұмыс істегенде, оқығанда, жаттыққанда, отбасыңызбен бірге болғанда немесе демалыста жүргенде, немен айналыссаңыз да, Sonic сауда жасаса, сіздің шотыңыз сауда жасайды. Ол үшін сізге сол жерде болудың, телефон немесе ноутбук ұстап отырудың қажеті жоқ. MT5-ке кіріп, бүгін не болғанын, апта бойы не болғанын қарасаңыз жеткілікті. Бәрі өте қарапайым. Ал әрі қарай пайданы шешіп алу алмауды өзіңіз шешесіз. Енді Sonic туралы және неге дәл Sonic екені туралы сөйлесейік. Tech Markets'те оларда 21 ай болды, жақында 22 болады. Команданың тәжірибесі 15 жыл, бірақ дәл Tech Markets'те 21 айдан астам нәтиже бар, сіз оны мұнда көріп тұрсыз. Көрсеткіштер айына 0,6 және 7%-дан 1,78%-ға дейін барады. Яғни бұл тізім бойынша орта есеппен айына 1,2%-ға жуық шығады. Көпшілігіңіз қазір не ойлап отырғаныңызды білемін. Мен 16% туралы естідім, 20 туралы естідім. Мен оған келемін, бірақ алдымен маңыздысы. Тек алтын мен долларды саудалайтын 15 жылдық тәжірибесі бар кәсіби трейдер айына 1%-ды өте сенімді әрі тұрақты жасай алады. Бұған әбден сенуге болады, солай ма? Және бұл жұмыс істейді. Сондықтан да Sonic сонша тұрақты, олар өте аз тәуекел қолданады. Бүгінгі кездесу басталған видеода осы туралы болатын. Оны өз ана тіліңізде 3 немесе 5 рет көріп шығуды қатты ұсынамын, сонда сіз Sonic туралы бәрін түсінесіз. Бұл маңызды. Ал енді осы модельдің күші туралы. Өтімділік жеткізушілері арқылы, ал Tech Markets 75-тен астам жеткізушімен жұмыс істейді. Сіз 24x күшейтуі бар шот ала аласыз. Бұл нені білдіреді? Егер сіз $10,000 салып, шотыңызды 24 есе күшейтсеңіз, саудада сізде 240,000 қатысады. Яғни Sonic 1% жасағанда, сіздің шотыңыз 24% жасайды. Осы 24-тің 70%-ы сізге, 5%-ы Sonic AI командасына, трейдерлердің өзіне, ал 25%-ы тамаша серіктестік моделіне кетеді, пайданы бөлу, 10 деңгейде 2,5%. Тағы бір маңызды артықшылық, пайданы бірінші күннен бастап шешіп алуға болады. Копи-трейдерлердің көпшілігінде ақша ұзақ уақытқа мұздатылады. Бірінші айда пайданы шешіп алу мүмкін емес, тағы сол сияқты. Мұнда сіз бүгін депозит саласыз, бүгін пайдаласыз, ал пайда $10 асқан бойда, оны сол күні шешіп ала аласыз. $24x күшейтуін алатын алғашқы депозитіңіз 30 күнге бұғатталады. Бұл өтімділік жеткізушілері де өз пайдасын алу үшін қажет. Міне, бар қиындық осы. Енді Sonic AI-дың нәтижелері туралы. Олар қосылуларды қабылдай бастаған қазан айынан бері, сандарды міне мұнда көріп тұрсыз. Шілде 27,84% берді, ал орташа айлық нәтиже 23%. Меніңше, сандар өздері үшін сөйлейді. Ал мұндағы ең тамашасы, мұның қаншалықты қарапайым екені, бар болғаны 5 қадам. Егер бірінші реттен бірер қате жіберсеңіз, баптау 5 немесе 10 минут алады. Сіз өзіңізді шақырған адамның сілтемесі арқылы тіркелесіз. Содан кейін KYC тексерісінен өтесіз. Содан кейін депозит саласыз. Содан кейін CopyX арқылы Sonic'ке қосыласыз. Одан кейін MT5-ті жүктеп аласыз,
сол жерде өз деректеріңізді енгізесіз, ал әрі қарай шотыңызды тікелей телефоннан МТ5-те бақылап отырасыз. Өте қарапайым. Тағы бір маңызды сәт бар. Сіз өз шотыңыздың скриншотымен достарыңызбен үнемі бөлісе аласыз. Бұл сізге барған сайын көбірек клиент әкеледі. Ақшаны қалай шешіп алу және шотты қайта қалай толтыру туралы жеке видео бар. Міндетті түрде шешіп көріңізде, бәрі жұмыс істейтінін өз көзіңізбен көріңіз. Ал адамдарды ең қатты таңғалдыратыны, бұл ештеңе тұрмайды. Қосылу тегін, ай сайынғы да, жылдық та төлем жоқ. Өнімді жай ғана сынап көру үшін $10 сала аласыз. Сонымен бірге мен көбірек салуды ұсынамын, себебі мынау. Шотыңызда неғұрлым көп болса, олар сауда жасағанда соғұрлым көп пайда аласыз. Демек сіз тезірек шешіп алып, бәрі жұмыс істейтінін көресіз. Көру, сену деген сөз. Мұнда мүлдем жақында келгендерге немесе жаңа бастағандарға мынаны ұсынамын. Тіркеліңіз, депозит салыңыз және міндетті түрде шешіп көріңіз. Бұл қалай жұмыс істейтінін қараңыз. Сізде бар деп үміттенемін. Біздің линктерде мен айтып отырғанның бәрі жинақталған. Қалай тіркелу, KYC қалай өту, депозитті қалай салу туралы қадамдық видеолар. Меніңше, олар 20 немесе 21 тілде бар, сондықтан бәрін ана тіліңізде жасай аласыз. Сонымен тіркелесіз, депозит саласыз, Соникке қосыласыз және пайда ала бастайсыз. Қанша салу керек? Бұл толығымен сіздің шешіміңіз. Менің ұсынысым, өзіңіз бұл іске байыппен қарайтындай етіп салыңыз. Бұл бизнесте серіктес ретінде $1 миллион астам табатын адамдар бар. 100 мың табатындар бар, 10 мың табатындар бар, ондай адамдар аз емес. Әрине, егер сіз бұл бизнеске хобби ретінде қарасаңыз, ол сізге хобби сияқты төлейді. Ал бизнес ретінде қарасаңыз, ол сізге бизнес сияқты төлейді. Ал мұның бәрі дәл сіздің өз депозитіңізден басталады. Мен өзім 18 қыркүйекте жасағандай, сізге $100 мың салу керек деп айтпаймын. Бірақ мынаны айтамын, адамдар сізді байыппен қабылдайтындай етіп салу керек. Сіз өз шотыңызды көрсеткенде, айталық, $10 мың салдыңыз делік, сандарға қарасақ, айына $1500-ден $2000 дейін табасыз. Ал мұны адамдарға көрсеткенде, олар таңғалады. Сіз өнімнің өзінде табасыз, онымен бөлісесіз, және үстіне комиссия аласыз. Бизнес осылай құрылады, оның үстіне жаһандық бизнес. Шешу сізде. Ал менің ұсынатыным біреу, сынап көріңіз. Өзіңізге 3 күн беріңіз, содан кейін қалай бастайтыныңызды шешіңіз. Ал егер қазір салғыңыз келетін сома болмаса, оны бірте-бірте өсіріңіз, және соның айналасында өз тарихыңызды құрыңыз. Әрі қарай сіз саудадан пайда, 10 деңгейде пайданы бөлу, лоттық комиссия және нағыз қозғаушы күш болып табылатын CPA төлемдерін аласыз. Егер сіз бұл бизнесті шындап құрсаңыз, CPA 1%-дан басталып 7,5-ға дейін жетеді. Бизнесіңізді міндетті түрде CPA-ге қарай жүргізіңіз. Шынымды айтсам, тіпті бүгін мұнда алғаш рет келсеңізде 2%-дық CPA бонусына шыға аласыз. Тамызда 3%-ға, 3,5%-дық CPA бонусына шыға аласыз. Енді дупликация туралы. Сіз қандай жылдамдықпен бастасаңыз, сіздің командаңыз да сондай жылдамдықпен бастайды. Сондықтан өзіңізге қажет қарқын мен жылдамдықты өзіңіз белгілеңіз. Өзіңізден сұраңыз. Егер мен сізді бизнеске шақырсам, ал сіз мені 10 жыл, немесе 2 жыл, немесе 5 жыл білсеңіз, сіз міндетті түрде сұрайсыз, ал сен қанша салдың? Егер мен $100 салдым, сонымен бірге жаһандық бизнес құрмақпын десем, сіз таңғаласыз. Ал 10 мың салдым десем, сіз оның байыпты екенін түсінесіз. Одан көп болса, бұдан бетер. Сондықтан дупликация үшін өз бизнесіңіздің қарқыны мен жылдамдығын белгілеу сонша маңызды. Міне, бүгін менде осындай презентация шықты. Stratify мүмкіндігінің өзі, оның тарихы, неге Tech Markets, неге Sonic және Stratify мүмкіндігі неге әркімге көмектесе алады. Бізде әлемнің түкпір-түкпірінде адамдар бар. Бүгін Stratify'да 260 мыңнан астам адам. Өнімде айына артық $100 алатын адамдар бар.
Айына $1000 алатындар бар, 10.000 алатындар бар. Өнімде айына 100.000 табатын адамдар бар, Соникте айына бірнеше $100.000 табатындар бар. Серіктестік құрылым құрып жүргендерде де дәл солай, бұл шынымен тамаша. Бұл әркімге арналған мүмкіндік, сіз әлемнің қай жерінде және бизнестің қай кезеңінде екеніңіз мүлдем маңызды емес. Ал енді тамыз туралы сөйлесейік. Сіз бұл қоңырау жаңалықтар мен жаңартуларға лық толы болатынына үйреніп қалғаныңызды білемін. Бүгінде солай болады, бірақ жаңалықтардың көбін сіз бұрыннан білесіз, сондықтан мен олардың тек кейбірін ғана атап өтемін. Соңғы 45 күнде Stratify қоғамдастығына әсіресе көп жаңа адам келді, сондықтан бүгін мүмкіндіктің өзін қолымнан келгенше жақсы көрсеткім келді. Мұны менен әлдеқайда жақсы жасайтындар көп екенін жақсы білемін, бұл қалыпты жағдай. Мен жай ғана негізгі нәрселерге тоқталдым, және мұнда шынымен үлкен бизнес құрғыңыз келсе, бұл сізден нені талап ететінін адал айтып отырмын. Сонымен тамыз өте қарқынды, мен бұл туралы айтып қойдым. Бұл шынымен таңғаларлық, алғашқы 11 күнде депозиттер шілдедегіден 2 есе көп, ал шілдеде депозиттер бойынша біз әлемдегі барлық қоғамдастықтарды басып оздық. Шынымды айтсам, бұл жай ғана керемет нәтиже. Ал тамыз неге сонша қарқынды? Әрине, бонустардың арқасында. Сізде бірден бірнеше бонус бар, ең алдымен CPA бонусы, назарды соған аударыңыз. Мен ол туралы жаңа айттым. Тамызға арналған назарыңыз қайда? 2% ба? 3,5 ба? 5 бе? Мақсатыңыз қандай болса да, өсіңіз және оған жетіңіз, өйткені дәл осы сіздің бизнесіңізді өсіреді, және ақыр соңында оны жарылыс тәрізді өсуге әкеледі. Stratify Pool менде дәл солай. Stratify Pool'да сізде қанша үлес болады? Соникке салған әрбір $2500 жеке депозит үшін сіз пулдан бір үлес аласыз. Өткен айда пулдың арқасында Соникке қосымша бірнеше $100 алған адамдар болды. Ал қосымша $5000 алғандар да болды, өйткені оларда көп үлес жинақталған, әртүрлі CPA арқылы, және осы уақыт бойы жинаған сол 2,5 көптігі арқылы. Сондықтан пулды да пайдаланыңыз, бұл өз Соник шотыңызды өсірудің тамаша тәсілі. Әрі қарай, әрине, біздің тамаша Sonic AI промомыз келеді. Айтарым, бұл шынымен таңғаларлық оқиға. Тамыздан кейін бір адамды Соникте $1 миллион иесі ететін тағы қандай капитрейдер бар. Ал бұл қалай жұмыс істейді? Бәрі сіздің жеке көлеміңіз бойынша бірінші линияңыздың көлемі бойынша есептеледі. Онда бірнеше ереже бар. Бірінші линияда 5 адам керек, ол адамдарда депозит болуы керек, тағы сол сияқты, бірақ жалпы салынған сома есептеледі. Сонымен бірге ең ірі тармағыңыздан 50%-дан аспайтын мөлшерді есептеуге болады. Мұның бәрі шарттар барынша әділ болу үшін жасалған. Бэк-офисте, Sonic AI промосы бөлімінде тізім бар, сіз мұның бәрін сол жерден көресіз. Әрине, әркім жұлдыздарға ұмтылып, бірінші болуға тырысуы керек. Ал қоғамдастықтың ең ірі қатысушысы жүлде алады. Ол жақта әртүрлі жүлделер көп болады. Бұл адамдарды көбірек адам тартуға және өз бірінші линиясымен жұмыс істеуге итермелейді. Бұл маңызды, өйткені дәл осы сіздің бизнесіңізді құрады. Сізде жеке шақырғандар неғұрлым көп болса, командаңызда да жеке шақырғандар соғұрлым көп болады. Сіздің ұйымыңыз соғұрлым ірі болады, және осы мүмкіндіктен алатын қалдық табысыңыз соғұрлым көп болады. Әрі қарай лидершип ретрит келеді. Бұл Stratify'дағы барлығына арналған промо. 1 тамыздан 31 тамызға дейін шарттарды орындау керек. Біріншісі, бірінші линияда кемінде $1000 депозиті бар 10 адам. Екіншісі, бүкіл командаңыз бойынша жалпы $500,000. Бүгін келген адамға бұл ауыр болып көрінуі мүмкін. Бірақ қазанда біз Дубайға бірнеше 100 адам жинаймыз. Нақты қанша болатынын білмеймін,
бірақ мен күн сайын адамдардың квалификациядан өтіп жатқанын көріп отырмын. Бүгін небәрі 10-11 күн болса да. Біз бұған неге сонша қуанамыз? Бүкіл Stratify әлемінен бірнеше 100 үздік серіктесті бір жерге жинағанда не болатынын білеміз. Тамаша Дубайда 5 күн және 4 түн иелермен кездесу, көру, сену деген сөз. Дұрыс оқыту, біз бір-бірімізді үйретеміз, бір-бірімізді күшейтеміз, әртүрлі мәдениеттер, мұның бәрі күш береді және айналадағының бәрін өсіреді. Міне, жаңартулар осындай болды. Ал мен сіздерді бәрі басталған жерге, Sonic AI-ға қайта келемін. Мен жақсы көретін нәрсе осы, біз Sonicпен бірге ілгерілетеміз және құрамыз. Sonic кімге қолайлы? Өз ақшасын өсіргісі келетін кез келген адамға. Ал $10 бастауға болатындықтан әркім қатыса алады. Әрі қарай шотты өсірудің екі жолы бар, оны өсіру және қайта толықтыру. Бұл сіздің жоспарыңыз. Өзіңіз дұрыс деп санағандай жасаңыз, мұнда мен ешқандай кеңес бермеймін. Ал шынымен кеңес беретінім мынау. Егер сіз бұл бизнесті серіктес ретінде құрмақ болсаңыз, оның кез келген басқа бизнестен еш айырмашылығы жоқ. Елестетіңіз, сіз дүкен ашасыз, айталық, балмұздақ дүкенін. Ал бұл дүкенге сіз балмұздақ тапсырыс бермейсіз, өйткені сатып алушылар келе ме, келмей ме білмейсіз. Клиент кіріп сұрайды, сізде балмұздақ бар ма? Сіз, жоқ, дейсіз. Ол, мен ванильді сатып алғым келген еді дейді. Ал сіз оған, түсінесіз бе, мен әлі балмұздақ алған жоқпын, себебі әзірге сатып алушылар болған жоқ дейсіз. Меніңше, мұндай дүкенді үлкен табыс күтпейді. Мұнда сізге тауар сатып алудың мүлдем қажеті жоқ. Бәрі цифрлық, сіз сілтеме жібересіз, адам қосылады және ақшаны өз шотына салады. Сондықтан бұл мүлдем басқа нәрсе, бірақ бір жағынан сол баяғы нәрсе. Егер сіз бұл бизнесті құрсаңыз және үлкен нәтиже қаласаңыз, оған өте байыппен қарау керек. Бұл маңызды. Бірақ бұл ірі депозиттерден бастау керек дегенді білдірмейді. Мен $100 бастаған, ал бүгінде Sonicте 20 000-нан астамы және орасан зор командасы бар адамдарды білемін. Олар $100 бастады, бірақ $100 қалып қоймады. Оларда шотты 1000-ға, 5000-ға, 10 000-ға дейін өсірудің нақты жоспары болды, командасын өсірудің де жоспары болды. Олар сол жоспарды ұстанды және құрды. Бірақ шынымды айтсам, мен Sonicке депозит салмай тұрып табысқа жеткен бірде-бір адамды әлі кездестірген жоқпын. Себебі Sonic бұл негіз, онсыз табыс болмайды. Сондықтан мен үнемі Sonicке қайта оралып отырмын. Sonicті пайдаланыңыз, міндетті түрде бастаңыз. Менің қымбатты досым Андре тамаша нәрсе айтады. Ол біреуді тіркегенде мынаны айтады: 3 күнге Sonic, 3 күн маған қоңырау шалма, 3 күннен кейін сөйлесеміз. Барлық белгіге қарағанда көпшілігі одан бұрын қоңырау шалады. Сонда сіз, біріншіден, олардың шабытын көресіз, екіншіден, олар өнімнің қалай жұмыс істейтінін көріп үлгереді. Міне сонда сіз бизнесті іске қосасыз. Жақсы стратегия. Өзіңіздікін таңдаңыз да қозғала бастаңыз. Тамызыңыз тамаша болсын, сейсенбіңіз тамаша болсын. Қазір қай жерде болсаңыз да таңыңыз, күніңіз немесе кешіңіз. Бұл апта Stratify тарихындағы ең үздік апталардың бірі болады. Дүйсенбі мен сейсенбі қазірдің өзінде әдетте толық бір апта беретін нәтижені берді. Міне, бізде қазір осындай өсу бар, бұл өте шабыттандырады, біз бәріміз соған қатыстымыз. Қазір осы қоңырауда отырған әрқайсысы осы өсудің және осы көтерілістің бір бөлігі. Ал біз баннерлерімізде жазатындай, Stratify мен бірге өміріңізді жарқын етіңіз. Барлығына рахмет. Келесі сейсенбіде кездескенше.